Қанат Абақтыға алғаш рет 2012 жылы қамалды. Топ болып, қыз зорлап, 5 жыл жаза арқалайды. Түрмеде 120 баптың сұрауы ауыр болғандықтан өзіне қорған болғандарды жағалапты. Әлгілер мемлекетті даттап, идеологияларына сай Қанаттың қылмысын ақтайды. Есесіне Шымбергенов адасқандардың сапына тұрып, псевдовағышылардың уын жұтады. Намаз оқып бастағаным сол түрмеде бастадым 2013 жылы. Егер мемлекет шариғатпен өмір сүрмесе, онда ол мұсылман емес деп солай қабылдап жүрдім. Солай түсіндірді. Жазасын өтеп бостандыққа шыққан ол Алматыға кетеді. Өзі сияқты білімсіз, жұмыссыз, өмірге өкпелі таныстарымен таяу шығысқа кетудің жоспарын құрады. Тіпті интернет арқылы делдалдармен байланыста орнатқан. Кішкене қиыншылықтар болды, шыны керек. Үйлену жағынан, жаңағындай өмір сүру жағынан. Жаңа соғыс болып жатты, соғысқа бару керек, ол жақта ақша береміз деп жатты. Тағы да жолына бәріне өзіміз көмектесеміз. Қиыншылық болмайды. Сондай уәделерді берді. Шотымызға ақша лақтырды. 70 000 теңге деймін лақтырды. Сырттан сызылған сценарийға сай, жігіттер Бішкек арқылы ұшпақ болған. Бірақ арнайы жасақ шекараға жеткізбеді. Салаф ағымындағы ең басты ол кісілердің оқытатын әліппесі ол 3 негіз деген кітап. Өкінішке орай ол осы 3 негіз кітапты оқудың нәтижесінде көпшілігінің жүректері қатаяды. Шымберген Қанат осы кітапты оқыған баста. Осы кітаптың негізінде сол ғана дұрыс, басқалары бұрыс, имамдардікі дұрыс емес деген сияқты сондай баста ойлар қалыптасқан. Қанат қылмыстық кодекстің 3 бірдей бабымен айыпталып, қайта 8 жылға қапасқа қамалды. Қатерлі джихадизм идеологиясымен сырқат ол өзгелерден оқшауланған. Теологтар жұмыс істеп жатыр. Жыл сайын жаңағы сотталғандардың арасында жеке немесе топтық түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Статистикаға сүйенетін болсақ, өткен жылы 2020 жылы сол жаңағы деструктивтік діни ағымға бейім болған сотталғандардың арасынан 200 сотталған жаңағы радикалсыздандырылды. Дәстүрлі дінге бет бұрды. Қателеспейтін адам болмайды деп білем. Енді ең басты сол қателігін өз уақытында жөндеп, дұрыстау, тәубе етіп, сол қателікті екінші рет қайталамау. Қылмыстарымды мойындаймын түгелімен. Жастарға білім алыңдар деп айтамын. Қанат соғыстан өлім, сол өлімнен мәңгі өмірді іздеді. Жұмаққа апарат деген жолда өзін жоғалтты. Енді өзін табуға, ұлттық болмысын тануға уақыт керек.